Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-те 14-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде 2 өрнектің квадраты түрінде жаздық. Яғни қосындысы не айырмасының квадраты. Енді мына басында тұру керек, мына аяғында тұру керек деп ойлаймын, мына ортасында тұру керек деп ойлаймын. Солай жазайық. Яғни 25х квадрат минус 7y плюс 49y квадрат. Яғни 2 квадрат екі шетінде тұру керек, ортасында екі еселенген деген нәрсе тұру керек. Формула бойынша. Енді осы жерден біз не істейміз? Бұның оңай шығар жолы. Бастапқыға қараймыз. Осы ненің квадраты? 25 5-тің квадраты, x квадрат, x-тің квадраты. Демек, бұл бізде 5x-тің квадраты 25x квадрат берді. Мына жер минус болса, ортасына минус қоямыз, плюс болса, плюс қоямыз. Бізде минус тұр, демек минус қоямыз. Енді мынау бізде 49y квадрат, ол бізде 7y жақшаның сыртына квадрат қоя саламыз. Мен осылай шығарар едім. Неге? Себебі бастапқы мен соңына қараймыз, және ортасына қараймыз. Плюс болса плюс, минус болса минус қоямыз. Ал бұны тексеру үшін мынаның квадрат 25x квадрат болады. Екі еселенген 7-ге 5-ті көтереміз 35, 35 2 өтсек 70, демек бұл шығыптыр. X те шығыптыр, Y те шығыптыр. Демек бұл бізде 5x минус 7y-тің квадраты деген сөз. Сонда бастапқысы және соңғысының квадратын жазамыз. Ортасына плюс болса плюс қоймыз, минус болса минус қоймыз. Бұның шығару жолы сондай деп өзім ойлаймын. Бұлай есептеймін. Екінші 5-те 1 14-тің екіншісі 4-тен 1a квадрат плюс 3a плюс 9. Бұл ештемесін өзгертпейміз, себебі бұл ретімен тұр. Енді 4-тен 1a квадрат деген сөз бізде 2-ден 1a-ның квадраты деген сөз. Мына жер плюс, демек плюс қоямыз. 9 деп отырамыз, 3-тің квадраты. Не осы деп ойлаймын. Енді мына 4-тен 1a квадрат бар, ол бар. 3-тің квадраты 9 бар. Плюс 2 еселенген, мына 2-ні көбейтеміз, 2-ден 3 болады. 2-ні көбейтсек 2-мен 2 қысқарып 3 қалады. Демек 3a шықты, бұл да шықты. Демек бұл 2-ден 1a плюс 3-тің квадраты деген сөз. Үшінші 36-тан 25 m квадрат минус mn плюс 25-тен 9 n квадрат. Бұл да өзінің орнында тұр. Енді кеттік. 36-тан 25-тен отырғанымыз 6-дан 5 m-ның квадраты арасында минус 5-тен 3 n-ның квадраты жақшаның сыртында квадрат. N-ның өз n-ның жақшаның сыртында квадрат. Енді мына екеуі, мына 36-тан 25-тің квадраты, мына 25-тен 9-ның n-ның квадраты. Енді мына екеуі көбейтсек, бізде мынамен мынау қысқарып, мынамен мынау қысқарып, 2-ден 1 қалады, оны 2-ге өтсек, 2-мен 2 қысқарып 1 болады, сонда минус mn. Бұл да шығып тұр. Төртінші, енді тексермей-ақ бірден жазып кете беремін. 4. 16-тан 1 с-ның 4 дәрежесі плюс 2s квадрат x плюс 16x квадрат. Енді бұл бізде 16-тан 1 деп отырғанымыз 4-тен 1 с квадрат жақшаның сыртында квадрат плюс мынау бізде 4x-тің жақшаның сыртында квадрат. Ашық көрсеңдер болады. Мынау шығу керек. Так, 5-ші 0,100-ден 1 a-ның 4 дәрежесі плюс b квадрат минус 0,2a квадрат b. Енді бұл бізде мынау шетінде тұру керек, мынау шетінде тұру, мынау ортасында тұру керек. Сонда бұлай жазсақ 0,100-ден 1 a-ның 4 дәрежесі азайту 0,2a квадрат b плюс b квадрат деп жазсақ, бізде есепті табуға оңай болады. Яғни мына бізде 0,1-дің 2 дәрежесінің квадрат минус b-ның жақшаның сыртында квадрат. Осылай болады. 6-шы b-ның 8 дәрежесі минус a квадрат b-ның 4 дәрежесі қосу 4-тен 1 a-ның 4 дәрежесі. Енді бұл өзінің орнында тұр. Мынау деп отырғанымыз b-ның 4 дәрежесі, оны жақшаның сыртына квадраттасақ 8 дәреже болады.
арасы минус. Мынау бізде 2-ден 1 а квадрат жақшаның сыртында квадрат. Міне осылай болады. Бағынышсы. Сонымен есебінің шығар жолы осындай. Егер есебінің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.